шымылдық ашылды, өмір басталды. Халық өмірінің айнасы, тағдыры мен талқысы, өткені мен өнегесі. Аға сұлтан болдым деп, ата бабамыздан мұра болып қалған жерлерді қара шекпендерге таратып беріп жатқанда қарап отыра меніксің. Жашақ, ел екенімізді көрсетіп қоюымыз керек. Байқа, өздерің емессіңдер ме? Ақ патшаға қарсы шығып жүрген. Еліңді қасқырша талап, қызыңды, келініңді, қатыныңды зорлап, ұлыңның тұлымын қиып, құлақ кесті құлын айналырса да, тырс етпей қарап отыра беру керек пе? Жашақ, оған сен көнерсің қоңырқұлжа, мен көне алмаймын. Байқа келесің. Байқа, ақ патшаға қарсы шығам деп басыңның қайда қалған мен не ғаны жүрмін? Көңілі пәк, парасаты биік талғамы терең жандар ғана ол сұлулықты сезініп, тартысты тағдырымен бөлісе алады. Себебі өмір, көкпар, дода, өнер де дәл солай. Ал даңқ биігіне көтеріліп қана қоймай, театр аталатын сол патшалықтың бір қауым жұртына көреген әділ падишах бола білу. Мыңның ішінде тек ілуде біреудің ғана маңдайына бұйыратын бақ. Сахнаны пірім, өнерді өмірім дейтін өрендердің өңірінде өрілетін ерекше сый. Өнер бұл халықтың тағдыры, тарихы. Өнер тек еріккенде әлгі ыңылдап әләулейлімға қоса салатын жеңіл желпі бір сезім ұшқындар емес. Бұл өнер кәдімгі халықтың деңгейін көрсететін өлшеуіш. Мен өнерім, мәдениетім болмаса, қалған жетістіктеріме бәлкім оншалықты басырмас дедім. Өйткені сенің бүкіл халқыңның бойында бар сөл, нәр, оның мәдениетінде, өнерінде жатыр, білімінде жатыр, әдебиетінде жатыр, рухани дүниесінде жатыр. Өнер руханилық. Рухани жағынан азып тозған жұрт, ол ел бола алмайды. Мынау менің балалық шағымның куәсі, көрініс. Әрбір шегесі, әрбір несі селк еткізіп жылады оны. Мінекей мына осы жерді талай шәл жиып ойнап жататынбыз. Текемет, шешем бейшара, сіз өтеді астыңа текемет сүйреп сал деп. Көл өрік бар бұл. Абрикостарға оның бәрі кетті ғой. Әке көрген оқ жанар, ана көрген том пішер. Төребай ақсақалдың шаңырағында алтын құрсақта ақ қыз ана өмір сыйлаған 14 баланың 12-сі шетінеп, тек екеуіне ғана жарық дүниенің нығметі бұйырыпты. Аталы әулеттен тараған сол қос шырақтың бірі Әшірбек болса, екіншісі әпкесі Қыздаргүл Төребай қызы. Бауыр еті балаларын ең әуелі адамдықтың ақ жолына тәрбиелеген, мейірім шуағына бөлеген ата-ананың әу бастағы мұрат тұтқаны да адам боп келіп өмірге, жалт-жұлт еткен жалғаннан адам болып өту еді.
Ол кезде ақсақалдардың қалың кезі ауылда үлкен кісілер көп. Осы әр үйде шалдар болады. Менің әкем енді шал былай сөзінің жөні түзу сондай кісі еді. Көп сөйлемейтін, мындай кеңес беруге жұрттың бәрі тыңдайтын сөзін. Беделі бар еді, сөзінің берекесі бар еді. Со төке деп бірдеңелерін ақылдасып келіп, сонымен осы жерде әйтеуір құж әңгіме. Сосын сұмдық әңгіме, мен мына жазушы болуыма осы ауыл әсер етті. Айналаның бәрі әңгімеші болатын әйтеуір. Жергөктегі әңгімені айтып, қызықты уақиғаларды айтып, көкпаршы бәрді. Көкпар, айтпайтын бір әңгімелері жоқ, анекдоттар. Төребай ақсақалдың тегеуріні мықты тәлімі мен аққыз ананың аялы алақанының шексіз мейіріміне бөленіп өскен сезімтал баланың балаң армандарының бір атуына, аталы сөзге үйір болуына нағашы жұртының ықпалы үлкен болды. Оқуынан қолы қалт ете қалса, аңсары шаңы бұрқырап, соры шығып жатқан кең далаға, өрісте ойнақтаған қозылаққа, әңгімешіл атасының қызықты ертегілері мен шытырман қиссаларына ауды да тұрды. Бала кезімнен сол нағашыларым үйір болды. Бала емес пе, кім еркелетсе, кім жылы сөйлесе, сол жақ жүріс. Оның маған зиян тиген жоқ, қазақшаны да жақсы үйрендім. Ел арасында, ауыл балалармен ойнау деген түбін түсіріп сөйлейді ғой олар қазақ тілінен. Қауын жеп, суға түсіп, қойшы әйтеуір сол мамыр айында кеткеннен қыркүйекке 2-3 күн қалғанда әрең келетін мектепке. Амал жоқ. Ой, балам, осы жақта оқи салмадың ба деп әкем күліп жатады. Сөйтіп беріп өстік қой, ана балаларды көрдің ғой, шаң шығып жатқан жерде. Сөйтіп біз шаңнан жер алдық қысқасы. Қаймағы бұзылмаған, тіні мықты қазақы ауылдың саф таза құнарын бойына сіңіріп өскен жеткіншектің сірә да сұлулыққа селт етпеуі, көркемдікке көз жұма қарауы мүмкін емес. Оңтүстік Қазақстан облысының жазиралы өлкесі қиялына қанат бітірген қаршадай баланың үлкен армандарға қол созуы да бәлкім сол табиғат, киелі топырақ дарытқан қасиеттің құнары болса керек. Туған жерді өзің көрдің, мына оңтүстіктің, Саялы оңтүстіктің қарт Қаратаудың баурайындағы Кеншілер қаласы Кенттау менің туып өскен жерім. Ерке өсіп, еркелеп, еркін өскен Әшірбек бұл енді Қантағыдан бірден Алматыға шықты да, мен 45 жыл мұғалім болдым. Дәл Әшірбек құсап, еркін жүріп, еркін не қылатын бір бала мектепте қолымыздан шықпады. Өнер қайдан қонды деп бір сұрап қалдым ғой өткенде. Менің нағашы атамның өзі шешем болған. Мен енді жұрт білмеймін ғой, енді халық айтса қалып айтпайды. Бұл шешен біздің Әшірбек деп отырады. Әрине іштей жаман көрмейсің, бірақ кейде ойлап қаласың, қай оймен айтып отырды. Ажалып шешендік менің осы нағашымнан келген. Әкемді айтатын, шешемді айтатын. Сердәлі марқұм шешен еді қойды. Ол кісі, мына екі кісінің әкесі, менің нағашы атам. Балтабай дейтін өзі ақын, өзі шежіресі, соғысы келіп екеуі жаңаға әңгімелесетін. Шай, мына біздің ауылда болады ғой бұл енді, каникулда. Сонда жаңа таң атқанша әңгімелеседі де, сонда мынау Әшірбек мен мән бермеймін олардың әңгімесіне. Әшірбек жаңа бүйтіп жатып, тыңдап жататын. Кішкентай кезінде. Жаңағы шешем шақырады, Әшірбек бергесін, тарп етпейді. Ал енді соңында, мысалы мен ойлаймын өсі күнде. Анау көп жақсы сөздерді сол кәриялардан есткен жас кезінде. Жас кезінде есткен сөздің өзі кейінгі үлгі не ғой? Жаңа кітап қой өзі. Бұл өскен сайын әр күн неғып апам қатты қуанатын. Өзі жаңағы алдыңғы балалары өліп өзі мынаны жүра бір жақсы жаңғыз бала деп жақсы көтермелеп өле жаздап осы балаға осының әр өскені әр күні апама өте қуаныштығын. Бұл бала келгенде сол жаңа тынымсыз өзі, ұшқалақ. Естің алдында мынау бүгінде қазір темір ғой мынадай, қазір ол кезде кәдімгі пақса тұғын. Мынадай пақса да, ұзына бойына салынған пақса.
Сол үстіне шығып алып, ой деп жіберіп отыратын әңгімені, өлең қылып. Сосын әңгімеге өте құмар, әңгімені де айтып отыратын жағын үстінде отырып. Ар жақ бер жақтағы өзі қатар балалар бар, өзі қатар ойнайтын балалар бар. Соларменен жаңа алысып, сол дуалдың үстінде әбден жүрген бала ғой. Сол қауынға жаңа есекпенен алып кетеді. Барғанша ертек айтады. Жанын қоймайды ертек айтты. Ертекке құмартығым бұл. Содан кетіп бара жатқанда жаңағы шешем айтады. Екеуі барып қауын әкеледі ғой, бір қоржын бас. Сол бір күнде шешем жылап келді. Не болды? Әже дейтін ек шешемізді. Ойбай деді, мынау деді, Әшірбектен күйдім деді. Не болды? Сол ертек айтып мен кетіп бара жатырмын. Соны тыңлап отырған шығар дедім дейді, сөйтсе бұл жай арқан түсіп қапты. Ол кісі ертекті айтып кете берген ғой. Қауынға барғаннан кейін Әшірбек тұс келдік десе Әшірбек жоқ. Esen aman жүрмісің, ләйелім шырақ. Жаңа таптым ауылыңдай, көптен сұрап ләйелім, ләйелі ләйләй. Желі тимес, жаны тимес, деп жүргеніне. Кентауым мәуелі гүл бағым, сылдырап жүгірер болағым. Сен жайлы тербесем қиялды, төгілер кеудемнен жырағым. Еңбекқор салтыңмен қашаннан, көгеріп көктеген жасарға. Достық пен арманның отауы, шапшағын ауылдан басалған. Кентауым мәуелі гүл бағым, сылдырып жүгірер болағым. Сен жайлы тербесем қиялды, төгілер кеудемнен жырағым. Осы жердің біз шаңын шығардық, оқыдық, өте бір талантты балалар болды, пьесалар қоятынбыз, гастроль жасаймыз, Байылдыр, Ақшысай, сонымен 5 жыл комсомол үйін басқардым, тыныштық бермедім қыздарға, жігіттерге. Пернебек отыр ғой, қайда өнер, мен жүремін. Өзім бастық боласымға бәрін бір шықпен айтып, сонымен барлығы әйтеуір талантты балалардың кезеңі болды. Диспуттар, кештер өтетін. Кентаудан келетін Алтынсаринның қыздары, жігіттері, интернаттың, Пушкин мектебінің әрбір несі, солай ма Пернебек? Осы есік сындырып кетесізді, милиция қорып, сөйтіп жататын бір талантты кезеңдер болды. Мен қазір мұндай толқыған емеспін. Шынын айта көрем, мен көпті көріп қалдым, жүрмейтін жерім жоқ. Жақында ғана Италияда болдым. 6-шы сыныпта оқып жүрген Әшірбек Сығай Кентаудан Алматыға ақ көгершіннің қанатына байлап хат ұшыратты. Онда Райымбек аға, осы мен театрға құштармын, ән салғым келеді, әнші болғым келеді деген сияқты неше түрлі баланың қиялына толы қатты айтып салады. Сонда қатты оқып отырып, Райымбек Сейтметов осы баладан алдымен жазушы шығады-ау деп ойлаған екен. Сөйтіп Әшірбекке хат жазған кезде бәрі дұрыс, қолдан келгенді жасаймыз, бірақ біріншіден жақсы оқы, екіншіден жазуын тастап қойма деген екен. Міне осыдан бастап Райымбек Сейтметов пен Әшірбек Сығайдың арасында жиі хат жазысу басталады. Орта мектепті бітіргеннен кейін Алматы қайдасың деп тартып, Әшірбек Алматыға келеді, онда Райымбек Сейтметов ағасы құшағын ашып қарсы алады. Аға үміті алдамапты. Арман қуып Алматыға келген Албырт жас өнер әлеміне мәңгілік тұрақтап қалды. 1965 жылы
қазақтың Құрманғазы атындағы өнер институтының актерлік бөліміне оқуға түседі. Райымбек Сейдменов кітап. Превратты ғұмыр деген жизнь замечательный дейді. Мынау мен туралы альбом, мұнда да Рекең туралы айтамын. Рекең кәдімгі суыққа тоңып, ыстыққа шыдап, қиындықты көре жүріп, 12 жыл осы жақта жүрді ғой. Алматыдағы сая жайын тастап, саялы үйін, мәуелі бағын тастап, мынау Түркістанда театр ашу деген бұл енді амбразураның аузын жапқанмен бірдей. Өнердегі ізі мәңгілік деген таяудығын үлкен мақалам шықты Алматы ақшамы. Осыны айтады мені. Өнерлінің арты өлмейді деген осы. Мұрасы өлмейді деген осы. Мынау Әшірбек өз көз алдымызда өсті. Институтқа оқуға түскен кезінен білемін. Хадиша Бөкееваның классында оқыды. Мен де тіпті бұларға да дәріс сабақ бергенмін. Мына сахна тілінен. Ол кездің өзінде мен ойлайтын бұл Әшірбек өзі бір жақсы актер болып шығатын шығар деп. Сондай қуақы, дауысы күшті, сөзі анық болатын. Қалам сілтеудегі қабілет қарымын дөп таныған жан жолдастары, сыншы Сағат Әшімбаев пен жазушы Оралхан Бөкейдің кеңесі актер Әшірбектің бағытын бір-ақ сәтте басқа бағытқа бұрып жіберді. Жас өнерпаз ендігі сәтте жебесін сын саласына бұрып, адырнасын сол бағытқа тартты. Бұл мамандық өте ауыр мамандық. Өйткені бұл әрқашанда шындықты айтады. Шындықты айтқасын ғана абыройы асқақтап көтеріледі. Ал енді ол шындықты айта алмай, сәл ғана жалтақтап кетсе, оны өнер адамдары тез байқап біле қояды. Соның кейін оларды қулыққа босады. Ал соның бәрін бұл ар жағынан көрегенділікпен көріп тұрып, дәл айтатын сыншының біреуі болды. Сонан соң бұнда кеуде жоқ. Бұнда шікірейтін еш нәрсесі жоқ. Қашан көрсең көңілді, қашан көрсең қарапайым. Өзі тағы айтатын нәрсесінің бәрін әзілмен жеткізеді. Сөздің астарымен жеткізеді. Мен есімде Зейнолла Ғабдолов баяғыда айтып еді. Апырмай, осы Сығай дейді. Мен алдында түсінбей қалдым Сығай дегенді. Осы Сығай түбінде бұл үлкен ұлы қайраткер болады. Мынау театр саласында тіпті жазушыларға ақыл айтатын деңгейге жететін кезеңдер болатын шығар деген мен өз құлағыммен естіп едім. Өз жерде кіндік қаны тамған ата-бабаларының рухы осында. Сондықтан да болар Әшірбек ағамыз біздің Түркістанға деген көңілі өте бөлек. Сондай-ақ Әшірбек ағамыз мына Қазақ-Түрік университеті бар біздің, соның құрметті профессоры. Ол кісі сондағы өнер факультетіне келіп, жыл сайын жастарға өзінің тәжірибесін, дәрісін беріп, солардың өнерде қалыптасуына үлкен үлес қосып жүрген азамат. Әшірбек Сығай шығармашылықтың жанды жеп, төзімді түгесетін тынымсыз тірлігімен қарбаласа жүріп, мемлекеттік, қоғамдық жұмыстарға да белсене араласты. Кентау, Түркістан қалаларының және оңтүстік Қазақстан облысының құрметті азаматы. Біз общежитияда таныстық. Екеміз де институтта оқыдық. Общежитиямыз жақын болды да, екеміз сол. Әшекең бір жолдастарымен келді. Біз бір бөлмеде отырғанбыз. Келді де қарап қалды, болды. Содан айырылмады әйтеуір. Айырылмады. Үнді киносында бір қарады да, өзі мұңайстанып бұлай қыздардың артына тығылып қалдым. Оған қарамастан... Ағаң бір қараса болды ғой, білесіз. Содан қоймады әйтеуір. Келіп, ана терезенің алдына келіп, компьютер лақтырып тұрады, ана жабық қой. Қатты компьютер.
сөйтіп шығамыз, ашып қараймыз, сөйтсек. Жұрт таслақтырады әлгі Советтен келген жігіттер. Ей, мынау. Басқа вуздардан келген. Мен жа қымбат компьютер аламын, ең соңғы тиын. Мәнпәси, қымбат деп Сөйтіп қояды. творчикадан дәл түсірем ғой. Компьютерді жеп дәнігіп сосын. Ата. Соңынан қалмады ғой. Жатақхананың аядай бөлмесінде түйіскен жанарлар жарқылы, көп уақыт өтпей-ақ үлкен сүйіспеншілікке ұласты. Жалын атқан жас жүректен тараған сезім ұшқыны маздай жанып, үлкен бір шаңырақтың отын маздатты. Қанат, Сұңғат, Нұрзат есімді алтын асықтай 3 ұл сүйді. Олар да үйленіп, өз алдына үй болып, Әшірбек әулетінің ошағының жылуына жылу істеді. Әке мерейін үстем етті. Жаннан тәтті немерелерін бауырына басқан бір кездегі арманы асқақ бозбала Әшірбек пен бойжеткен Күләш бүгінде бақытты ата мен әже атанып, өмірдің бар қызығын осы немерелерінің бал тілі мен тәтті қимылынан іздейді. Бұлдырлаған немере тіліне дүниенің ешбір қызығын айырбастамайды. Ал менің іңкәрім, тақпаға ісіп береді менің іңкәрім. Менің наурыз туралы тұрақта орнын ол. Ақсы туса ел ірісі, жаңбыр жауса жер ірісі, той, алақай, мәне келді наурыз ай, наурыз, беш барбақ көже қамыз, наурыз, салтанатты береке, наурыз, беш барбақ көже қамыз. Ал жатақ ала жең еғін. Жатады қазір. Жатақ ала. Ұйықтайды сосын. 70 жылдары әдебиетінде Сағат Әшімбаевтың «Сын мұраты» деген кітабы шыққан, ал театр сынында «Іңкәршақ» деп аталатын осы Әшекеңнің кітабы шықты. Ол енді бір 4-5 портрет, бірақ сондай бір әдемі жазылған. Әшекең келген кезде театр сыны қалай еді? Жалпы қазақ театры қалай еді деп сұрақ қоюымыз керек. Өйткені әңгіме театрдың ірі тарланы, ірі сыншысы жайында ғой. Театр ол кезде одақтық, енді габыты демей-ақ қояйын, бірақ одақтық театрлармен үзеңгі қағыстырып, қатар келе жатқан солардың биігіне көтерілген театр болатын. Бірақ бір өкініші сыны нашар. Әзірбайжан Мәмбетов дәуірлеп тұрған уақыт бұл режиссерлық дәуірі деп айтуымыз керек. Ал Москвада Табыстаноговтың сол дәуірлеп тұрған шағы. Қажығұмар Қуандықов деген сыншы болған. Ол бір жақсы сыншы еді. Өкінішке қарай сол 70 жылдары қайтыс болды. Бағбек Құндақбаев театр тарихшысы, Людмила Богатенкова ол орысша жазады және сараң жазады. Міне осындай шақта актерлардың өз арасынан шыққан, тіпті труппаның арасында жүрген Әшірбек Сығаев есімді жігіттің «Іңкәршақ» деген кітап шығаруы бұл театр сынында құбылыс болды деуіміз керек. Қайбір қоғамда болмасын, кемшілігін айтатын азаматтар болу керек. Ал енді пышақты қайрамасаң тотмасады дейді. Қайралмаған пышақ өтпей қалады. Ол қауын да кесем айтын болып қалады. Қай уақытта қайралады, сонда ғана пышақ өткір болады. Қоғамда өсу үшін осы Әшірбек сияқты азаматтар елді, қоғамды қайрап отырса, ел өседі, іргесі берік болады. Театр сыншылары көп емес, бар. Бірақ соның бірегейі Әшірбек Сығай. Шешен сөзге, ойлы жігіт. 100 рөл ойнайсың, 100 шедевр жасау қиын ғой. Соның ішінде біреу ерекше болады. Сол ерекшелігімен тарихта қаласың соның. Соны тарихқа қалдырушы менің Әшірбегім. Біздің Белинскийіміз осы Әшірбек енді. Болмыс әртіс, қаламы жазушының көбінен биік. Айтқан сөзі дуалы. Неше поколение әртістер ол кісінің сол
сыннан өскен. Және ұлы әртістердің күні бүгінгі дейін портретін жазып, оны бүгінгі ұрпаққа, бүгінгі көрерменге, бүгінгі тыңдарманға, бүгінгі оқырманға жеткізуде бұл кісінің еңбегі ұлан ғайыр. Бір тоға, бір мінезді, бір бағыттағы адам. Мынау сынаптай сырғитын театр зерттеушілеріменен әдебиет зерттеушілерін білем. Таңертеңге айтқан ойы кешкі жақын өзгеріп тұратын сыншыларды білем. Бұны ешкім Әшекеңді театровед ретінде, адам ретінде, жазушы ретінде әй бір мінтаға қоймас деп ойлаймын. Келіспейді, әрине, келіспейді актерлар. Ой, солай жазды, Лашбек не оған, мен оқпадым деп жүре береді. Ол бірақ шындық айтты ғой. Егер шындық айтатын сыншы болмаса, ол сыншы болмайды. Сыншының ең биік туы шындық болу керек. Шың басында өтірік айтуға болмайды дейді. Шың басында көсемсуге болмайды дейді. Өйткені шыңның басында тұрсын. Сондықтан бұл бүгінгі театр әлеміндегі зерттеушілердің басында тұрған бас сыншымыз. Әшірбек Сығай сабақ өткізгенде еш уақытта бізге студенттерге дәріс өткізген кезде кітап, қағаз дегенді көп қолдана бермейді. Өйткені оның өзі тұнып тұрған бір энциклопедия. Қазақ театрының таусылмайтын, сарқылмайтын бір энциклопедия кітабындай көрінеді. Ол кісінің әр сабағынан, бір сағаттық сабағынан бір жылға жететіндей біз азық алып қайтамыз. Бірақ бізге айтады, актерлер ол хрусталь дейді. Сындырып алмай, шаңын абайлап сүртіңдер дейді. Сол кісінің жеткізе білу өнері бізге әлі күнге дейін сабақ. Сондықтан білікті маман, сарабдал сыншы, ұлағатты ұстаз, ең бастысы абзал азамат осы Әшірбек Сығайдың мектебінде дәріс алып жүрген біздер бармыз. Ол кісіден әлі де аларымыз өте көп. Ұстазым Әшірбек Сығайдан драматургия жайында сұхбат алған едім. Сол кезде айтады, біздің драматургиямыз әлі де болса олқы-солқы болып жатыр. Қайда біздің батырларымыз туралы, қайда біздің тау тұлғаларымыз туралы, зиялы қауым, ақын жазушыларымыз туралы осындай пьесалар деп айтқан еді. Бүгінде соның орнын толықтырып жүрген Думан Рамазан ағамызға рахмет айтамын сізге. Мысалы, мен үшін Арқан бұл батырдың, Кенесарының ішкі толқынысы, ішкі көңіл күйі іспетті. Жаңағыдай соғыс басталған кезде, тартыс басталған кездегі шайқалуы. Ең бірінші мен Арқан метафора, әрқашан өзім метафораға жаным құмар, өзім метафора болған қалап отырамын спектакльдерде. Бұл метафора арқылы көп нәрсені беруге болады. Мысалы, Арқан бұл біресе өмірдің құрығы ретінде, біресе үй ретінде білді, біресе дар ретінде білді. Мен солай өзіме көзіме көрінді, әсерлі шықты. Мен әр жолы лекцияда айтып отырам. Біріншіден, тек спектакль көруге келмейді театр танушы. Театр танушы тек режиссерлық еңбекті көруге, немесе тек актерлық шығармашылықты танып, не художникті бөліп қарам, немесе музыканы тағы бөліп қарамайды. Ол тұтасымен театр танушының қиялында балқу жүріп жатады. Толқу, ой процестері толассыз алмасып, аударылып, төңкеріліп, қиял тасқыны жүріп жатады. Онда театр және музыка жүріп жатады, театр және сценография жүріп жатады, театр және режиссура жүріп жатады, театр және актерлық шеберлік. Сондықтан барлық ой тасқынын біріктіріп, содан барып қорытынды айтатын театр танушының міндеті өте ауыр, өте ауыр. Оның өзің қабілеттілігі, сөзге шешендігі, ектілігі бірдей сөйлейтіндігі сол кезде өте қажет кадрлардың бірі болған болу керек. Орталық комитетте де қызмет жасады. Сонан соң бұл ең бір сапалы жасаған жері мынау академия, Жүргенов атындағы академияның ректоры болды. Ал енді сол ректоры болған кезеңдегі бітірген балалардың сапасы облыс театрға барған. Бәрі де өте жоғарғы деңгейде болды. Ал енді мына мәдениет министрлігінде көп жылдар қызмет жасады.
Ол жердегі жасағанда да осы бүкіл искусство саласын меңгеріп отырып, көптеген театрларға, көптеген әртістерге қол ұшын берді. Қаншама жылдар Мәдениет министрлігінің орынбасары болды. Оның үстінде Еркеғали ағамменен, ал Еркеғали ағаммен қызметтес болу деген өзі ол онша жеңіл нәрсе емес. Бірақ Әшірбектің айтқанын тыңдайтын еді. Тыңдайтын дәрежеге жетті. Міне репертуарлық коллегияның мен бас редактор болдым. Әшірбек замминистр болды. Сол кезде біз театрдың репертуарын бекітетін тұғымыз. Әшірбек бәрін білетін. Егер де Петропавл театры, солтүстік Қазақстан орыс театры, немесе қазақ театры Гамлетті қоям десе, Әшірбек айтатын, сенде Гамлет жоқ қой. Қайдан таппақсың оны? Немесе Жюлетті бар ма сенде? Лайықты. Немесе Абай бар ма сенде? Орыс театры, қазақ театры, кәріс театры, неміс театры, ұйғыр театрының бәрін бес саусақтай біледі. Әшірбектің биік мансапқа көтерілейін деп тұрған кезде қиянат жасалды. Бір рет. Сонда өзі карьерист жігіт емес, бірақ анау әділетсіздікке қатты қиналды. Көзіне жас шығып кеткен көрдім. Аға, деп маған, мынау дұрыс емес қой. Анау мұның көздеген орнына ешқандай театрға қатысы жоқ бір адам келіп қалды. Ал осындай адамдардың министр болмаған өкінішті ме? Өкінішті. Ал соның орнына жаңағы айтқандай репетицияны, тренировка дейтін адамдар министр болып жатқанда қалай адам жаны ауырмайды? Бұл алдыдағыны арызын жазып кетті де қалды. Әлемнің алыс жақын түкпірінен толассыз ағылған талапкерлердің мақсат мүддесі, бағыт бағдары, өнерге деген ортақ махаббаты Мәскеу төріндегі ГИТИСте тоғысты. Мұнда талапкерді театр-тану саласында тәжірибесі мол ұстаз, Луначарский атындағы театр өнері институты, КСРО халықтарының театры тарихы мен теориясы кафедрасының меңгерушісі профессор Георгий Йосифович Гаян күтіп алды. Баласындай көріп, бауырына тартты. Қатпары көп ғылым әлемінің бар құнарын қаршадай қазақ жігітінің бойына сіңірді. Сөйтіп, үлкен сенім артып, өнердің ұлы додасына үкілеп қосып жіберді. Бүгінде сын шыңының биігінен көз тігетін сахна сарапшысы, Гояндай ұстаз алдын көріп, аспирантураның сырттай бөлімінде 4 жыл білім алғанын, ГИТИСтей мәуелі оқу ордасының табалдырығына табаны тигенін мақтан тұтады. Әуезіпсіз қазақ театрын, қазақ мәдениетін сөз ету, мен ойлар едім оғаштық деп. Ол есеп бермей сөйлегендік, және өзіңнің өткен жолыңды елемегендік, ескермегендік, бағаламағандық деп білерім. Операңыз алғашқы, Әуезовтың либреттісі. Алғашқы драмаңыз Еңлік Кебек, Әуезовтен басталады. Қайбір кино сценарийлеріңіз Әуезовтен басталады. Жалпы Әуезов атсалыспаған жанр жоқ. Соның ішінде мына драма театрының, ол кісі 32 жылдан 44 жылға дейін қазақ драма театрының әдебиет бөлімін басқарды, 12 жыл бойы. Бұл нені көрсетеді? Бұл деген қазақ драма өнерінің ең тұнығында, бастауында Ұлы Мұхтар Әуезовтей дананың тұрғандығын көрсетеді. Ол кісі аудармамен да айналысты, өз төл пьесаларын жазды. Қысқасы, драма өнерінің өрістеуіне Әуезовтің масштабта ылғи үлес қосып отырды. Ал Әуезовтің масштаб деген қазір ол әлемдік деңгейде бағаланатын нәрсе. Мұхтар Әуезов қазақ мәдениетінің символы. Ал енді мына мәдениет бұл мінездемесі халықтың. Шыққан тегі біле білсек, тарихы, тағдыры. Міне өзің айтып отырсың, сол ашаршылық жылдарында енді тау-тау болып жатқан өліктердің, мүрделердің арасынан өре түрегеліп,
кәдімгі дүрлігі көтерілген өнердің дүмпуі Мәскеуден бірақ шығармады ма? Мұнда не жатыр? Мұнда аңсау, армандар, елдің көпшілігі қыстығып келген кәдімгі мұңы, ішкі жан дүниелерінің кәдімгі дүмпуі жатты. Жүрек соғулары жатты, құштарлық жатты. Өнерге деген іңкәрлік жатты. Бойымыздағы барымызды кәдімгі көрсетіп, қазақ халқының рухани тұрғыдағы керемет алымдылығын, шалымдылығын, арқалылығын көрсету бірінші кезекте тұр. Соны орындап шықты. Біздің біреу режиссер болса, екінші әнші болды, үшінші оны ұйымдастырушы болды. Қысқасы, көпшілік сахналарына шығып жатты үлкен беделді әртістеріміз. Бір қолдың саласындай, бір қолдың саусағындай болып, жұмылған жұдырықтай болып, кәдімгі өрт тиген, мезгілсіз тиген өрттей болып, кәдімгі қаулап кіріскен халыққа күш Мәскеудің кәдімгі тегеурінді талаптарының барлығын орнына қойып бергендей болды. Енді басы-қасында жүрген жоқ, ірі марапатқа, оны көзіміз көрген жоқ қой, бірақ тарих бойынша ғой бізге. 9 адам марапатталған ғой. Бірақ соның ішінде бір адам ілінбей қалған. Ол соның барлығын ұйымдастырып, режиссурасын басқарған ұлы Жұмат Шанин. Сөйтсек, сол кездағы мынау әлгі үш әріптің салпан құлақтары соңында жүр екен. Соның әсері болуы керек. Сондай өкінішті қалыпта, мұңайған кейіпте Орал қаласына келгенде ол кісі пойыздан түсіп қалады. Мыналар әндетіп, сәндетіп, думандатып, Алматыға қарай өтеді. Ол кезде пойызбен жүреді ғой атталап. Ана кісі Оралдан қазақ театрын ашпақ ойы бар екен, соны жалғастыру мақсатымен түсіп қалады вокзалда. Сол екі иығы салбырап, сол көне чемоданын сүреткен қалпы, ешкімге елеусіз ғана. Содан көп ұзамай ол кісі ұсталып, Оралда ұсталады ол кісі. Сол жерден ұстап әкетеді. Содан 38 жылы атылып кетті. Яғни конфликт бар бұл жерде, яғни қақтығыс бар. Бұл сол Мағжанның сол кездегі қоғаммен күресі, өзіне арқасына қанжар салған адамдармен күресі, сол топпен күресі, сталиндік топпен күресі ол жерде суреттелген. Драматургтың актрисаларға мынандай сөз салатын жері бар. Мынандай кішкентай иткөлекке сыйған Мағжан қазақтың кең даласына сыймай кетті ғой дейді. Сонда Зілиха тұрып, Зілиханың аузына салып береді. Сонда Зілиха тұрып айтады: "Мына иткөлекті мен өзімен бірге алып кетем" дейді. Өйткені біз сол о дүниеге де сыймасақ, Мағжан екеуміз осы иткөлекке сыйып қайтадан дүниеге нәресте болып келеміз, сәби болып келеміз осы дүниеге. Сонда үлкен бір пәлсапа жатыр. Осындай жалғыз тек қана Мағжан емес, қаншама қазақтың ақындары, алаштың зиялы қауымы ажал құшып кетті. Жазықсыздан жазықсыздық. Сол туралы осы жерде драматург меңзеген сияқты болып тұр. Ал режиссерлік қойылымға келетін болсақ, өте шебер шешімдер байқалады. Мәселен, айнаны ойнатуы, екі өмірдің арасындағы қатынасты, біресе қабырға болуы, біресе терезе болуы, ал біресе екі жақтың алтын көпір іспеттес сезілуі, бұл режиссердің өте мықты шешімі. Және да драматургтың тағы да бір айтатын жері бар, Дулат Исабековтің жазған кез пьесасын. Бүкіл қазақтың зиялыларының қабірі жоқ дейді қазірге. Ол әрине ол ойландырады, ұрпағымыз толғандырады, патриоттық сезімге тәрбиелейді. Енді қайтып қазағымыздың осындай ұларын сыйлау керек, олар биік шыңға шығару керек деген мағынада айтқан секілді маған көрінді. Алпысыншы жылдар менен 80 жылдардың арасында дүниеге келген спектакльдердің барлығы кезеңдік спектакльдер болды десе қателеспейміз. Санап берейін.
Анау Қалтай Мұхамеджановтың алғашқы бөлтірік бөрік астындасының өзінде ол кісі елең еткізді. Ұлы Мұхтар өзі бір рецензия жазды оған. Бұл күлкіге дән ризамыз деп. Онан кейін 62 жылы Абай Әуезов пен Леонид Соболев қосылып жазған Абайды алып келді. Адарсын Оғайбаев сияқты, Мүлік Сүртібаев сияқты кісілер Абайды ойнап, үлкен абыройға бөленді. 64 жылы ақпан айында Ана жер ана келді. Ана жер ана бүкіл әлем дүркіретті. Ал енді ол Мәскеу мектебінен өткен режиссер, атақты Горчаков пен Гончаровтың шәкірті Әзірбайжан Мәдиұлы Мәмбетов дұрыс айтып отырсыз. Қазақ театр өнерінде өшпес із қалдырған биік дәрежедегі ұлы суреткер. Өйткені ол бір новаторлық, қазіргі тілмен айтқанда инновациялық бір элементтер енгізді. Спектакльдердің бас аяғы жинақыланды. Баяғы әлігі тұрмыстық этнографиялығы шұлғауымыз суретіп жүретін кезеңдердің барлығын ол тәптіштеп, тазалап, реттеп, жүйелеп, қазіргі заманның театрларының талабына сәйкес мизансценалар туғызды. Мынау театр туралы айтып отырмыз ғой. Театр педагогикасының ұлы ұстазы, атасы, негізін салушы. Соны 34 жыл кеткеннен 39 жылы ГИТИСті бітірді Сахновскийдің классынан. 38 жылы Абайды қойды. 1940 жылы 20 қазан күні премьерасы өтті. Абай спектаклінің премьерасы 40 жыл 20 қазан күні. Сол кезеңнен бастап кешегі 24 қараша 94 жыл өмірден көшті 79 жасында. Сол аралықтың барлығы кадрлық саясат, кадрлық мәселе тек Асқар Тоқпановтың есімімен байланысты. Өнер, кәдімгі ішкі істер жыны бар, көзқарасы бар өмірге деген, өнерге деген өші бар, өнерге деген кәдімгі ішінде бір жатқан қайнаған бір мағымасы бар. Сондай кісі ғана өнерді ұзақ тұрақтай алады. Жалпы Әкім Тарази көп сөйлемейді, көпіріп. Ол ылғи да қысқа нұсқа жаңағы пьесаның өзінде байқап отырсыздар. Бұлай есте қалатын қысқа сөйлейді. Негізгі күшті әрекетке ойыстырады. Актерлердің ойнауына, актерлердің әрекеттенуіне мүмкіндік жасайды автор ретінде. Жаңа жігіттің Жанат Оспанов ойнаған қандай қорқынышты тип өсіп келе жатыр қоғамда. Жиптің кілтін алғаны үшін ғана ол қазақ ұлтының салтын сыйлайды екен. Егер жібінбесе ол қазақ халқына түкіргені бар. Міне, үкілі жұлдыз жаңа қыз Сая ойнап жүрген. Ол болашақ өнер жұлдызы. Болашақ ары қарай ұрпақтан ұрпаққа кететін өнер жалғастығы, руханият жалғастығы. Міне осы мәселелер философиялық тұрғыда спектакльде өте жақсы ашылған. Жылама, кім екеніңді ұмытпа. Жұлдызым, үкілі жұлдызым. Жұлдызым, өте жақсы айттың, Айко, жақсы айттың. На одни жұлдызы, ну спереди. Аспанға сыймай жерге құлап түскен жұлдыз. Аспанның бәрін алып ауылда жайнамасы жоқ па? Жұлдыз болсаңыздар, Алла Пугачева ұқсап көп ақша таппайсыздар ма? Алладан садаға кетсін. Енді сіз де төмендемеңізші. Айко, төмендеме жаным, төмендеме. Әртістің бәрі пенде, иә. Ал пенденің бәрі талант емес қой. Бұл өзіңнің сөзің, Айко, өзіңнің цитатың, иә. Төмендеме жаным, мына жүрегіңді жігеріңе жеңгізе біл. Иә, төмендеме. Жұлдызым, үкілі жұлдызым.
60-шы жылдардың басында мынау Сәбит Оразбаев, Райымбек Сейтметов, Фарида Шәріпова, Нүкетай Мышбаева айтып жүрміз ғой, мынау Асанәлі Ашимов, Әнуар Молдабековтердің топ етіп сахнаға шығуы, соның ішінде Мәмбетов сияқты режиссерға тап келуі. Енді Асанәлі Ашимов бұл сөз жоқ дара тұлға. Театрда, кинодағы еңбегі бірдей. Әсіресе 3 фильм қатты көтеріп кетті ғой Асекеңді. Оны өзің біліп отырсың, Атаманның ақыры, Қыз жібек, сосын Транссибир экспресс. Осы фильмдерден кейін Асанәлі Ашимовтың даңқы дүние жүзіне тарады десек асық айтқандық емес. А өнердегі ерліктен мен кеше ғана көз алдымызда өткен Кененбай Қожабек. Аяқ жұмыс істемейді, жұлын кеткен, белден төмен қарай жан жоқ, қанша фильмге түсіп кетті. Қыз жібекте. Мысалы Дұрсын Ноғайбаев, Жауыш фильмінде жүріп аяғын сындырып алған. Білдіңіз ба? Сонан жаңағы шала шарып таңдырып алғандағы, ол аяғы сынған адам жату керек қана сүйек біткенше. Ол жақсылап жан-жағынан ағашпен тартып тастағандағы серейтіп, сол күйінде атқа мініп, ары қарай рөлді жалғастырып кеткен. Мұның барлығы өнердегі ерлік. Ата-баба аруағы қолдап Құдай жар болса, мың басын найзы ұшына көтерерміз. Кім өлтірсе, сол батыр. Алға жетер. Сахна ерліктің алаңы. Өнердің үлкен бәсекесі күтеді мұнда. Аламан заңы солай. Кім жүйрік, сол халықтың шексіз ықыласын еншілейді. Ал бұл сыйдың ең бағалысы. Бірақ кейде өнердің қос бірдей алыбы, шашасына шаң жұқтырмас жүйріктері қатар келіп қалса, сыйласым мен сабырды жеңіс тұғырына шығара ала ма? Тәкаппарлығын ұлы мәртебелі өнердің жолында тойтара ала ма? Жарыс, қай кезде де жарыс. Бірақ бәсеке әділетті өткенде ғана өнердің жұлдызы биік. Екеуі де алып қой. Анау режиссураның алыбы Әзекең. Актерлік шеберліктің алыбы Нұрмұхан Жантөрин. Қаншама фильмдерді ойнады. Біздің қазақ фильмді қойғанда өзбек фильм, Одесса фильм, осы фильмдерге кетті. Шетелдік фильмдерді ойнады. Ал Әзірбайжан Мәмбетов жаңа өзінің постановкаларымен барып Чехословакияда таң қалдырды. Комменттерді қойып. Мәскеуде Вахтангов театрында ғасырдан ұзақ күнді қойды. Михаил Ульянов сияқты әртістермен. Бұл Қазақстандағы постановкаларын былай қойған. Сонда екеуі де маңдайымызға сиятын ұлы еді. Бірақ аралары онша болмай, енді барлығы мына шығармашылық бәсекенің мәселесі. Бірін-бірі оңай мойындай қоймау. Анау Жантөрин актер ретінде сен мықты режиссер екенсің деп Мәмбетовке тағзым етпеді. Ал сен мықты актер екенсің деп Әзірбайжан Нұрмұхан Жантөринге барып бұлай кешірім сұрағандай болған жоқ. Осының нәтижесінде әрине өнер, ұлы мәртебелі өнер зардап шекті, сахна өнер. Тарихта қалам дегенің кел мұнда. Әлия, сенің тарихта келесің, үлгерді. Александр Матросов, сама битті. Жоқ. Стойте! А ну, убейте еще нам! Я хорошо видела. Нож был воткнут в спину. Это не самоубийство. Надо звонить в полицию. Мы теряем время. Сендердің жұмыстарыңды қарап шықтым. Маған өте ұнады. Сахна ең алдымен студенттің органикасын тексереді. Ұстаздарың бұл шығарманы дұрыс таңдаған екен. Осы сюжет бір фильмде пайдаланылды ғой деймін. Өте жақсы шыққан, әсіресе қыздарға жарасымды. 8 қызға да. Әдетте театрда қыздардың саны бұдан да артық болады. Байқауымша өте үйлесімді ойнағансыңдар. Дегенмен образдың өмірбаянын есте ұстаған дұрыс. Жасы нешеде, өмірдің қандай белестерінен өтті,
Әжейдің көрген қиындықтары қандай? Соның бәрін ескеру керек. Дауыс тұрғысынан да солай. Дауыстың өзіндік сипаты болады. Мен актерларға сабақ бергенмін. Қазір театр танушыларды тәрбиелеп жүрмін. Сахнада сөйлеу мәнерін меңгеру қажет, өйткені күн сайын жұртшылықтың алдына шығасыңдар. Жалпы ұстаздарың сендерді жақсы таңдаған. Осы роль, осы шығарма өздеріңе арнап жазылған сияқты. Диплом алдындағы жұмыс ретінде көңілім толды. Ең бастысы органика бар. Сахнада өздеріңді еркін сезінеді екенсіңдер. Студенттен бірінші кезекте органика талап етіледі. Ал ойнау мәнерін кейін пысықтауға болады. И я думаю, что казахские театры Меніңше қазақ театрының бағы жанған деуге болады. Өйткені онда философ, театр философы Әшірбек бар. Үнемі жол сілтеп, жөн көрсетіп отырады. Ал қазір Қазақстанның театр ұжымдарына керегі нақ осы бағдар сілтеу. Өкінішке қарай көптеген аймақтарда кәсіпқой сыншы жоқ. Сондықтан ондағы өнер ұжымдары шығармашылық тұрғыдан ақсап жатыр. Өнер адамы өз жұмысын сараптауға, талдауға мұқтаж. Режиссердің да, суретшінің де, әртістің де жұмысына керегі осы. Ал Әшірбек Сығай тәрізді алыптардың болуы театрдың бақыты ғой. это счастье театра. А как же без критических замечаний? Сыны ескертпесіз бола ма? Добролюбовты еске алайық. 19 ғасырдағы ұлы сыншыларды ұмытпау керек. Орыс сыншылық мектебінің өкілдері қандай кеңес беретін еді? Кейде қиыншылыққа толы ойлар айтатын. Және бұл құбылыс орыс сыншыларына ғана тән емес. Кейде ондай пікірлер автордың жанына батуы да мүмкін. Сынағанды қабылдау ауыр тиетіні бар. Сонда да бұл алға басудың, өрлеудің алғы шарты. Кемелдікке жетуге, мінсіз үйлесім таба білуге жетелер жол осы. Нағыз өнердің, театр өнерінің шынайы туындысы сонда ғана өмірге келеді. Халыққа да керегі сол. Өнер адамдардың өмір сүруіне көмектеседі. Көрерменнің шабытын оятып, халықтың жан дүниесін байтуға қызмет етеді. Алдында айтқанымдай театр әлемі бір тұтас әлем. Бүкіл дүние жүзіне ортақ. Көрерменнің арманы театрдан көрініс табады. Театр халыққа үміт, сенім, махаббат сыйлайды. Менімше жас үлкен әріптесім, аға ұрпақтың өкілі Әшірбек, театр қайраткерлерінің осындай көрнекті тобынан шыққан. Ал театр қайраткерлері дегеніміз тек қана режиссерлар, артистер, композиторлар емес, сыншылар да соларға жатады. Не только композиторы, но и критики. Әшірбек мен үшін театр сыншысының үлгісі іспетті. Ол театрдың адамы. Театрды жанындай сүйеді, бірақ театр әлеміндегі мықтылардың алдында ешқашан жалтақтамайды. Әрқашан шындықты ғана айтады. Жалғандыққа ұрынбауға тырысады. Бұл объективті шындық, кәсіби шындық. Ондай шындық ешкімді мұқатуды көздемейді. Театрда ондағы адамдарды да. Керісінше олардың өз қателігін түсінуіне, жаңа биіктерге ұмтылуына көмектеседі. Я тоже считаю, что выдающаяся личность. Он был у нас в прошлом году фестиваль. Мен оны аса көрнекті қайраткер деп есептеймін. Былтыр сыншылар алқасының мүшесі ретінде осында түркі халықтардың фестиваліне ол да келген. Көптеген театрлардың жұмысы талқыланды. Қазақ театры да қатысқан болатын. Әшірбектің ұлттық театрдың табиғатын терең түсінетін өнер танушы ретінде Пивоваров, Шлепаков, Ястребов тәрізді майталмандардан еш кем соқпайтынына көзім сонда жетті. Көптеген сыншылардың арасында театр әлемін Әшірбектен артық білетіні некен саяқ десем қателесе қоймаспын. Мен оның бір
оқығанмын. Өзін театр бақылаушысы деп атапты. Шындығында ол бақылаушы емес, кәсіпқой көрерменге де жатпайды. Көрермендер залындағы көптің бірі де емес. Ол ой тұжыра алатын, басқалардың ойын дөп басып, өршілдік тұрғысынан ойланатын адам. Өйткені ол театрдың технологиясын жақсы біледі. Тек философиясын ғана емес. Ал театр технологиясы күрделі құбылыс. Осының бәрі бірігіп, бір нүктеде тоғысып жинақтала келе, Әшірбек Сығай тәрізді ғажайып талдаушы, білікті сыншы пайда болған. Синтезируется, вот получается такой блистательный анализ, как дает Аширбек Тарибаевич. Я хочу сказать о том, с каким трепетом ожидали именно его оценки мои земляки. Это различные театры. Айтайын дегенім, менің жерлестерім Башқұрстан мен екінші отаным Татарстандағы әр алуан театрлардың өнерпаздары осы кісінің баға беруін тағатсыздана күтті. Олар үшін Әшірбек Сығайдың пікірін есту өте маңызды болатын. Ал оның себебі мынау. Ол театр мәдениетін, кез келген сахналық қойылымды тереңде нәзік, асқан сезімталдықпен түсінетін адам. Әр шығармаға баға беріп, талдап, авторлармен пікір таластырып отырады. Әңгімені өзі жүргізеді. Әр театрдың, әрбір спектакльдің ұлттық бояуы қаншалықты қанықтығын жазбай таниды. Әр автордың ерекшелігін аңғара біледі. Театр танушы ретінде мен оны жалпы планеталық ауқымдағы адам деп батыл айта аламын. Каждого театра, каждого спектакля, каждого автора. И это дает мне право говорить о его некотором таком планетарном мышлении, как специалиста-театроведа. Искусство вечно, но и жизнь длинна. Өнер мәңгі өмір сүреді, ал өмірін өнерге арнаған адамның ғұмыры әрқашан ұзақ болады. Осы сөз Әшірбек Сығайға арнап айтылғандай. Ол ғажайып театр танушы абзал адам. Біздің мамандықтың ең жарқын өкілдерінің бірі. Какой же титанический труд Аширбек. Күнделікті тіршіліктің әбігерін ескерсек, Әшірбектің қандай ауқымды жұмыс атқарып жүргеніне қайран қаласыз. Өмір деген әбігерге толы. Әбігерленіп жүріп, көп нәрсені аңғармаймыз. Елеулі оқиғалардан құр қаламыз. Кейбір спектакльдер мен артистердің айшық ойындарын жіберіп аламыз. Орыс классикасы мен қазақ классикасының үздік шығармаларын сахналаған режиссерлардың еңбегін қызықтауға үлгермейміз. Осы тұрғыдан келгенде, бұл кісінің жалпы өнерге, соның ішінде театр өнеріне сіңірген еңбегіне лайықты баға беру өте қиынға түсіреді.